Осыдан 3 жыл бұрын мынандай ящик бергем саған. Ішінде ключтер бар тұғын. Срочно тауып бер маған. Ключ керек болып тұрған екен. Дос, кеттік жүр, мен сен батямен таныстырам. Қатал емес па? Нормально, қатал емес, кеттік жүр, короче. Папа танысып қойсын, мен досым Хус. Мынау досың ба, братаның ба? Қай жылысың? 2005 аға. Сен 2005 емессің ғой, сен бала. Қаяқтықсың сен? Тараздықпын аға. Тараздың жігіттері мынандай десем, мынандай екен ғой. Неме айналысасың сен бала өзі? Сол Гуанчжоуда компьютер жинап сатам батя. Мынау өзің трусигенге алмайды ғой, сен де компьютер жинап жүрсің ба не? Мынадан үлгі алмайсың ба шешең түсі? Сосын мамаға машина алып берген, папама машина алып берген. Мынау ешак маған сағыз алып бере алмайды ғой әлі. Еще Аль-Фарабидің бойында 200 миллион теңгеге үй алдым. Жұрттың балалары неге осындай? Неге үлгі алмайсың мынандай балалардан, Ой, папа, қош болды, жүрші кеттік, тұра шешең түсі. Не, темек шегесің ба? Бар ғой, темек шегеміз ғой. Қымыз ішесің ба? Шем, иә. Папа, мен шексем, ұрсасың ғой. Мынандай машина алып беріп, маған үй алып берсең 200 миллионға. Қасымда отырып шеге берсең болады. Жүріңіз батя, саунаға барып демалайық. Сауна құрғанда мына отақ не істейміз? Дос, сен үйіне бара берсей.